Баршаңызға сәлем. Мен бүгін сіздерге қамыры айраннан аштықсыз жасалатын пиццаның рецептімен бөліскім келеді. Құрамы жеңіл, жасалуы оп-оңай. Жалпы аштықсыз қамырды пайдаланған ол адам ағзасына пайдалы. Оны білетін шығарсыздар. Балаларыңызға да қорықпай бересіздер. Ол үшін бізге айранымызды құямыз. Айранға сода мен тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Сода мен айран реакцияға түсіп, өзінің көлемін сәл ұлғайтады. Сұйық май қосамыз, жақсылап араластырамыз. Оливковое масло болатын болса, қоссаңыз болады. Ұнды бөліп қоса отырып, қамыр илейміз. Егер қамырымыз сұйықтау болатын болса, сәл ұн қосып жіберіп, илеуге болады. Қамыр қолға жабыспайтындай жұмсақ болуы керек. Мінекей осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болуы керек. 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Ол уақытта начинкасын дайындаймыз. Начинкасын өзіңіздің қалауыңызға байланысты жасасаңыз болады. Енді дайын болған қамырымызды аламыз. Осы рецептпен үлкен пицца шығады, не болмаса 2 орташа пицца шығады. Мен видеода 2-ге бөлдім. Бірден пергаментке жайған маған ыңғайлы, сіздерге де солай кеңес берем. Қамырдың жуандығы өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Егер қалыңдау қалайтын болсаңыз, не болмаса жұқалау қалайтын болсаңыз да өзіңіз білесіз. Қалай жасасаңыз да әдемі шығады. Үстіне кетчуп пен майонезді араластырып жағамыз. Бетіне начинкасын салып, градуста қызып тұрған пешке 15 минутқа саламыз. Байқасаңыз, сырды қосқан жоқпын. Ол уақытта сырды теркадан өткізіп дайындап қоямыз. Он 15 минуттан кейін пиццаның бетіне сырды сеуіп, тағы да 3 минутқа пешке салып аламыз. Ұзақ уақытқа ұстамаңыз, тек қана 3 минутқа. Мінекей пиццамыз дайын болды. Қамыры өте жұмсақ болып шықты. Балаларға нағыз беруге болатындай пицца. Еш уайымдамайсыз, құрамында артық зат жоқ. Өте дәмді, жеңіл пицца шықты. Өзіңізге сақтап алып, міндетті түрде жасап көріңіз. Ұнайды деген сенімдемін. Және менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған Жадыра.